1 маусым балаларды қорғау күні. Бала дегеніміз байлық, ұрпақ сабақтастығы, адам өміріндегі ең үлкен бақыт, елдің ертеңі, қуаныш, пәк жүрек, сүйкімді періштелер. Ендеше Жәңгірхан университеті қызметкерлерінің кішкентай ұл қыздарының мерекелік тартуын тамашалаңыздар. Идем на света детей, чтоб вас веселей, тепло насаждайся, всегда улыбаясь. Біз бақытты баламыз, ақылдымыз танамыз, ертеңгі күні еліміздің батылы боламыз. Белая береза под моим окном, где накрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежную каймой распустились кистки белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. Бір Аллаға сыйын, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар шамнан шағылар, тілеген алдынан іздемей-ақ табылар. Сыйса көйлек үстіне тоқу менен табылар, өнер білім бәрді оқу менен табылар. It's a green day, it's a clean day, it's a new day today. I like having my plan. Let's show them the mind. Дети, это мы. Бала деген біз. Дети, это мы. Бала деген біздер. Бала деген бал тілімен баурайтын, бала деген бір бақыт қой самғайтын, ата-ананың арманы мен тілегін, бал емес пе, бал бұлақтан жалғайтын.